Барлықтарына сәлем, мен қазір Индонезиядамын, Медан қаласында. Бұл қала тамақпен өте әйгілі. Өйткені көптеген елдер, көршілес елдер әдейі тамақ ішу үшін, тамақтың дәмін көру үшін осы Медан қаласына келеді екен. Екіншіден, бұл Индонезияда сіздерді таныстырып кетейін, халық, әйел адамдар барлығы машина мен мотоциклді айдауды жақсы біледі. Тағы бір нәрсе, бұл Малайзияда сияқты, бұл жерде де тамақты далада ішіп жүре береді. Мысалы, таңғы асты біз үйде тамақ ішсек Қазақстанда, мұнда таңғы асты да барып, даладан бір жақсы жерден жаңағы кәдімгі біздің ішетін обед, ужин сияқты лапша немесе жаңағы с подливом, лапша с подливом, сондай тамақтарды алып келеді. Олар үшін жаңағы таңғы астың тамағы. Соны ішеді. Үйде де тамақ пісіреді, пісірмейді емес, пісіреді. Тағы да айтамын.